Баяғыда сыр бойындағы Шиелі деген жерде қарапайым еңбек адамы өмір сүріпті. Оның аты Ыбырай Жақаев. Ыбырай атамың 891 жылы дүниеге келген. Жастайынан жермен, еңбекпен біте қайнасып өсті. Ол күн сайын таңмен тұрып, егіс басына барып, күріш екті, су шығарды, дән септі. Ыбырай ата еңбектің қадірін жақсы білді. Ол ешқашан жалқауланбады, әрбір түйір дәнге құрметпен қарады. Сондықтан да егіншіліктің нағыз шебері атанды. 1949 жылы Ыбырай Жақаев барша әлемді таңғалдырды. Ол 1 гектар жерден 171 центнер күріш жинады. Бұл сол кездегі әлемдік рекорд еді. Халық оны күріш атасы деп атап кетті. Өйткені ол күріш өсірудің жаңа тәсілдерін үйретіп, бүкіл елге үлгі болды. Ыбырай ата тек жақсы диқаны ғана емес, мейірімді, ақылшы, ұстаз адам еді. Ол өзінен кейінгі ұрпаққа үлкен өсиет қалдырды. Еңбекті сүйсең, елің гүлденеді дейтін ол. Ыбырай Жақаев 2 мәрте социалистік еңбек ері атағын алды. Оның атымен мектептер, көшелер, ауылдар аталды. Бүгінде сыр елі оның атын зор құрметпен атайды. Ыбырай ата 1981 жылы дүниеден өтті. Бірақ оның еңбегі, өмірі, ізгі ісі халық жадында мәңгі сақталып қалды. Ыбырай Жақаев адал еңбектің, табандылықтың және туған жерге деген сүйіспеншіліктің символы. Балалар, біз де Ыбырай атамыз сияқты еңбекті сүюді, жерімізді қадірлеуді үйренейік.